Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен дәрігер Балнұр Әлімсақ, сіздермен бүгін жүкті әйелге Дизи Горилла, осы энергетикалық сусын Red Bull, соны ішуге болады ма деген сұраққа жауап беретін боламын. Қазір дүкендерге кірсеңіз, әдемі осындай көз алдыңыздан Дизи Горилла әртүрлі қызылды жасылды болып кездеседі. Далада, билбордтарда, экрандарда да қарасаңыз, солардың рекламасы сізге күш қуат береді, энергия сыйлайды деп шаршасаңыз осының алып бір ұрттаңыз деген әдемі маркетингтік жаңағы жарнамалар жетеді. Жастардың арасында жаңағы емтихан тапсырып жатыр, немесе таксистер, немесе әйел, еркек, жас бала болсын, үлкен кісілер болсын, барлығы осы энергетикалық сусын ретінде ішіп жүру, көшеде ұстап жүріп ішіп жүру модаға айналып кетті десек те қателеспейміз. Оның қандай бізге пайдасы бар? Оны ішкен кезде бір-екі сағаттың ішінде бізде шынымен де бір күш пайда болады. Бір өзіңізді күшті сезінесіз, бір жұмыс істеу қабілетіңіз артып, сондай бір керемет болған сияқты бір сезімде боласыз. Көзіңіз осылай бақырайып не істейді, бірақ бұл ешқандай да сізге энергия сыйламайды. Керісінше құрамдағы заттар сіздің ағзаңыздағы бүкіл физиологиялық болып жатқан процестерден энергияны жинап, құрамдағы кофеин жаңағы мысалы өте көп дозировкада 5-6 кесе кофе ішкенмен тең болады. Ойлай беріңіз, оның жұмысы қалай әсер етеді. Одан кейін құрамдағы тауринда жүректің бұлшықеттерін өте қатты осылай қысып қан айналымды реттегендіктен сіз бір керемет бүкіл тауды қопаратындай күш пайда болған сияқты, бірақ ол сіздің ағзаңыздан болып жатқан процестерден бүкіл энергияны қарызға алып 2 сағаттың ішінде жұмсауға жинап отырады. Сондықтан сізде жүрегіңіз қатты соғады, тахикардия болады. Одан кейін жаңағы адреналиннің выбросы жақсы болғандықтан сіз сондай бір күшті керемет сезімде боласыз. Одан кейін құрамдағы жаңағы сахароза, глюкоза өте көп мөлшерде, және химиялық қант деп айтады, аспартан деген зат бар. Жаңағы бір таблетканы осындай сусындарға салса, тонналап тәтті жаңағы химиялық қант. Бұл өте ағзаға зиян, өз кезегінде жаңағы онкологиялық өте жаман ауруларға алып келеді. Ең бірінші бауырды токсический эффект дейді, токсикалық әсермен бауырдың жұмысын бұзады. Бауыр жұмысы бұзылғаннан соң бүкіл фильтрден өту процесі бұзылады. Оның кезегінде асқазан ішек жолдарының бұзылысына алып келеді, жүрек қан тамыр ауруларын алып келеді, тахикардия, жүйке жүйесінің жұмысы бұзылады, ұйқы бұзылады. Яғни ешқандай пайдасы жоқ. Есесіне сізде көп ақша кетеді, денсаулығыңыз құрайды, ары-қарай цепочкамен сахарный диабет, жүрек аурулары әрі кете береді. Бұл жерде менің бір айтып кететін нәрсем, мен осындай ультрадыбысты зерттеу маманы болғандықтан, маған қабылдауға әйелдер келеді, қолдарында осындай неге жатқан кезде қолдарында осындай бір бөтелке Дизи, Горилла, немесе Red Bull, Coca-Cola, немесе Fanta осылай ұстап алады, осылай жаңағы өздері жатқан кезде қойып қояды. Сол кезде не үшін осы Горилланы, Дизиді сіз ішіп жатсыз деген кезде олар айтады, мен осы энергетикалық сусынға мен жерікпін дейді. Сондықтан мен сіздерге айтқым келеді, бұл жерде мен жерік екенмін деп, өзіңіз не болса соны ағзаңызға құймаңыз, тоқтатамыз. Гориллаға, Дизиға, жаңағы энергетикалық сусындарға, кола, фанталарға тоқтам қоямыз. Себебі ол сізді ешқандай пайдасын тигізбейді, зиянын әкелмесе, және осындай ультрадыбысты зерттеуге қараған кезде ол жаңағы әйел өзіне зиян келтіріп жатыр, сонымен қоса оның
баласының ішінде ішектер ісініп кеткен болады, гиперэхогенный кишечник болады. Сразу осы сізде гиперэхогенный кишечник балаңызда деп айтқан кезде, бұл қайдан пайда болды, бұны істеу үшін қандай дәрі пайдаланам, не істеймін деп шығады да. Сондықтан сіздер осы сусындарды тоқтатыңыз. Бұның ешқандай пайдасы жоқ, тек қана зияны бар, ешқандай энергетикалық сізге жаңағы күш-қуат бермейді, керісінше сізден энергияны алады. Осы видео сізге пайдалы болса, достарыңызға таратыңыздар, бұл сусындарды мүлдем өзіңіздің өміріңізден алып тастаңыз.